Видео бастамай тұрып, мен сіздерге бір жаңалығым бар. Егер де араларында жаңадан бастап YouTube бастап атқандар, аккаунттар подтверждать етілген, бірақ превьюді дұрыс жасай алмайтындар болса, осы сілтемеге өтсеңдер, мен сендерге ең арзан бағада 200 теңгеге превью жасап беретін болам. Тезірек осы описаниядағы ссылкаға өтіп, өз превьюіңді сатып ал. Ассалаумағалейкум, қалайсыңыз? Мен Владес. Бүгінгі біз қалай фолд лаунчерге қалай шейдер жазатын және ана бір ошибка болады ғой, error деп шығып тұратын, соны қалай құртатынын айтатын боламыз. Сіздер видео басыңыз бұрын жазып лайк басқанды клик етейік. 3 подписчикке өте аз қалды. Айтпақшы достар, мен сіздерге бағана видеоның басындағы айтқандай, сол сілтемеге өтіп, мен сіздерге 200 теңгеге қолма-қол ақшаға превью жасап беретін боламын. Енді жаңадан басып жатқанда, ал ендеше біз видеомызды бастайық. Ал енді үшін Google'a кіреміз. Google'a кірген соң, бетімізді бірінші Minecraft ПК үшін айтқанда shader дейміз де 1.12 дейміз. Мен дейтін іште жазасаңдар, Chocopic V6 красивый шейдер деп тұрады. Chocopic Light пен сол Lime дегендер татып аласыңдар. Осы шейдерден, осы шейдерді көптістер қоя. Осында міне Height, Light тартамыз, Low тартамыз, Medium тартамыз и Height тартамыз. Болды. Осы үшеуін тартып болған соң, бізде осы шығады да. Енді бұны қалай өзімізге өшім айтқанда қосамыз дейсіздер ма? Ең алдымен біз дейтін downloadқа кіреміз. Бағанағы сол 3 бағанағы біздің шейдеріміз бар емес пе? Дәл осы 3 шейдерді өшім копировать етеміз и официалға барып лақтырамыз. Все, лақтырамыз. И қазір енді біз дейтін сіздердің бір ақмақтықтарыңызды сіздерге көрсетейін. Сіздер просто наны ауыстырмай бүйтіп кіресіздер де, сіздерде қазір қандай ақыл болатын көрсін. Енді біз дейтін кіремізде survivalға қоймаймыз. Сразу креативке қоямыз. И және осы ережені ұмытпаймыз. И донды басамыз. И миріміздің атын біз қояйық. Давайте біз мирдің атын біз осылай керемет қып ат қойып қойған болатынбыз. Ал енді біз create new world'ты басамыз. Кірген соң біз дейтін достар, мынандай аспан есі тұрмайды. Бұл просто менің шейдерімнің бір ақаулықтары қалып кеткен. Но енді кірген екен қалай істейміз десеңіздер, бұны бүйтесіздер. Options дегенге кіресіздер де, сіздер шейдерді қоспақ боласыздар да, и олар мынандай болады. Ондай қателік болмау үшін не істейтін айтайын ба достар? Ең алдымен мына тұрған нені басамыз, сосын мынау тұрған Vulkan дегенді қосамыз. Ал мынау render дегенді деп Vulkan емес will render open job 4.3 дегенге қоямыз. Болды, проблема шешілді. Достар, енді біз дейтін қайттан single player'ды басып, бағанағы өзіміздің миымызға кіріп көрейік. Жасай ма екен, жасамай ма екен. Ал осындай бір тупой заттар болады, енді оған мән бермейміз ғой. Бас керек қой, бас. Осылайынан біздің өшім шейдеріміз татылған болатын. Осылай біз дейтін шейдерді жаздық. Өшім достар, осымен біздің видеомыздың қорытындысы аяқталайын деп жатыр. Енді біздің видеомыз мен сіздерге уәде берген болатын. 10 лайк жиналса, мен соны қалай жасайтынын түсіремін деп. Достар, негізі ол ешқандай аспанның қателігі емес, ол бір шейдердің кесірінен және ресурс пак екеуі бірге қосылғаннан сондай қуып қалған. Негізі олай шықпайды, бәрі норм болады. Көрдіңіздер ғой, солай Vulkan дегенді қосып қойып, және бағанағы неге қойсаңыздар, солай болатын болады, яғни шейдерлеріңіз қосылады. Менің FPS-ім ол жерде неге төмен десеңіздер, себебі менің телефонымда қатты 10 гигабайт көп емес. Сондықтан менде FPS өте нашар тұр. Менде тек 2000 ғана өшім айтқанда зат тұр.
гигабайт бар, мегабайт, короче, бұнда. И сол достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге осы видеосы лайк басып, тіркеп, арызылып бітейік. Сіздермен болмаса, пока-пока. Чао!